Айжан, Аружан, биыл Абай Құнанбайұлының 75 жылдығына орай мен сіздерге сұрақтар қоямын. Абай Құнанбайұлы кім? Абай Құнанбаев ақын, ағартушы, философ, жазушы, асыл сөздің зергері. Жақсы. Абай Құнанбайұлы қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей облысында Қарғалы жерінде дүниеге келген. Жақсы. Абай Құнанбайұлының шын есімі кім? Абай Құнанбайұлының шын есімі Ибрахим. Әжесінің аты Зере, анасының аты Ұлжан. Өте жақсы. Тағы да Абай Құнанбайұлына қандай деректер білесіздер? Абай Құнанбайұлының туралы айта кетсек, Мұхтар Әуезов Абай туралы 4 томдық Абай жолы роман эпопеясын жазған. Ол Абай жолында Абай Құнанбайұлының өмір шақтары, балалық шақтары жазылған. Өте жақсы. Осы Абай Құнанбайұлының қандай өлеңдерін білесіздер? Жаз отыру, Қыз, жақсылыққа, Жәнке, сап көңілім, және өлсем орным қара жерсіз болмай ма. сабырсыз, арсыз, еріншек. Өте жақсы. Енді Абай Құнанбайұлының өлеңін жатқа оқысақ. Айжан. Абай Құнанбайұлы өлсем орным қара жерсіз болмай ма. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма. Өткір тір бір алашақ қыз болмай ма. Махаббат құда отпен майдандасқан, қайра менің жүрегім мұз болмай ма. Өте жақсы оқыдым. Енді Аружан, мына жерде сабырсыз, арсыз, еріншек өлеңнен үзінді берілген. Соны сен мәнерлеп оқысаң. Абай Құнанбаев, сабырсыз, арсыз, еріншек. Сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар жалмауыз. Сорлы қазақ сол үшін, 6 бақан аллауыз. Өзін өзі күндейді, жақынын жалған міндейді. Ол арсыздық белгісі, ұят сынбай, ойланбай. Өте жақсы. Жақсы оқыдыңыздар. Абай Құнанбаевқа байланысты біршама деректер біледі екенбіз. Өте жақсы.